Сәлем баршаларыңызға. Бүгін чебуреки жасайтын боламыз. Өте дәмді қытырлық болып шығады. Барлық мөлшері, яғни 1 килограмдық чебуреки жасайтын боламыз. Сатылым жағы да айтылатын болады. Су қажет бізге, тұз және сүт қажет болады. Барлық бөлме температурасында болу керек. Сұйық май қажет болады. Енді бізге қолдың күшімен шым-шым ғана разрыхитель қажет болады. Ұнымызды салып, орташа жұмсақтықта қамыр шығады бізде. Барлығын жақсылап илеп, қамырымыздың июін қандырып алатын боламыз. Біз қамырымызды илеп алдық. Енді дайын болған қамырымызды пакетке салып, 10-15 минутқа тындырып алатын боламыз. Енді начинка бізге фарш қажет, және де майдалап туралған пияз қажет болады. Екеуін тұз қосып, қара бұрыш қосып, жақсылап мыжып араластыратын боламыз. Біздің пиязымыз кішкене өлу керек, әйтпесе пісірген кезде кішкене тірі болып қалады. Және де сұйық майымызды қойып, барынша қолдың көмегімен мыжғылап, бәрін біріктіретін боламыз. Енді біз қамырымыз дайын болды. Әрбір қамырды 24 граммнан бөліп алатын боламыз. Сонда біздің чебурекилеріміздің бәрі бір формада шығады, және граммы барлығы бірдей болады. Сатылым жағынан да ұтылмайтын боласыздар. Осылай барлығын 24 грамм етіп кесіп дайындап алғаннан кейін барлығын домалақ күйінде келтіріп алатын боламыз. Барлығын граммен өлшеп кесіп алдық. Осылай столға айналдыра отырып, тура құрт сияқты етіп, домалақ қылып жасап алатын боламыз барлығын. Барлығын жасап болғаннан кейін жайып алатын боламыз. Біздің қамырдың жұқалығы барынша жұқалып жаямыз. Онда сеуіп тұрып, бізден дәл осы тестадан 24 штук чебуреки шығады. Яғни бізде 1 килограмм чебуреки дайындап жатырмыз. Арасындағы фаршты да тура таразға тартып аламыз. 22 грамм фарш салатын боламыз. Шетін осылай жабыстырып, вилканың көмегімен барынша басып жабыстырамыз. Қатты басамыз, өйткені біздің пісірген кезде чебурекилеріміз ажырап кетпеу үшін. Міне барлығын дайындап алдық. Орташа оттағы пісіреміз, қыздар. Қатты отта болмайды, өйткені біздің фаршымыз піспей қалады. Орташа отта қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Екінші бетінде қызартып аламыз. Тарелкаға алдым, сосын сразу барып қыздар салфеткеге жайғастыратын боламыз. Бірінің үстіне бірін қойға болмайды. Міне қыздар, біздің чебурекилеріміз өте дәмді әрі әдемі болып шықты. Сатылымға килограмм 4 мыңнан сатасыздар.